Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге қыста рахаттанып отырып жейтін қыстық салат жасап көрсетемін. Капустадан жасаймыз. Өте оңай, қолжетімді заттардан жасалады және жасалуда өте оңай. Барлығын нақты айтып түсіндіретін боламын. Маңызды жерін жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін көріп шығыңыз. Ең алдымен бізге қажет заттармен сізге көрсетіп өтейін. Бізге осындай піскен толық қып-қызыл етті, қып-қызыл ешқандай шірігі жоқ помидорлар қажет болады. Содан кейін тәтті бұрыш, яғни болгарский перец қажет болады. Сіз өзіңіз қалаған түстен қолдана берсеңіз болады. Менде дәл қазір тек қана жасыл түстен бар. Және де осындай жарты қырыққабат қажет болады. Бұның да жасылынан піскеннен алыңыздар. Және де бізге сарымсақ қажет болады. Мен барлығын алдын ала дайындап, жуып, тазалап, ашып қойдым. Сіздерге оңай әрі түсінікті болу үшін бізге 2 пияз және де осындай 2 сәбіз және 1 кесе сұйық май және осындай көкшөптер қажет болады. Көкшөптерді жақсылап тұрып, ас содасымен толықтай жуып аламыз. Мінекей, енді біз салатымызды турап дайындаймыз. Дәл осы видеоның астына описание бөлімінде толық рецептін жазып қалдырамын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Енді біз салаттың заттарын турап бастаймыз. Ең бірінші осы тәтті бұрышымызды қатты майдаламай, осылай видеода көрсетілгендей турап шықсаңыздар болады. Қатты майдаласаңыздар езіліп кетеді. Мінекей, қызыл түсінен алсаңыздар да өте әдемі салатқа түс беретін болады. Ал пиязымызды осылай ортасынан бөліп, жарты сақина іспеттес кәдімгі тамаққа тураған сияқтығып турап аламыз. Қырыққабатымызды дәл видеода көрсетілгендей үлкендеу қылып тураймыз. Бізде қазір бұл қазанға салғаннан кейін өзінің формасынан кішірейетін болады. Сондықтан үлкендеу қылып турай береміз. Құрметті менің көрерменім, менің каналымда қысқа дайындық деген плейлисттің ішінде барлық банкіге арналған заттардың барлығы бар. Яғни қыс мезгіліне сақтауға арналған заттардың барын сол плейлистке сақтап қоямын. Дәл осы видеоның астына қалдырамын. Мүмкіндік болса қарап өтіңіз. Ал енді сәбізімізді осындай корей күшінен ұзынша өткізіп алатын боламыз. Міндетті түрде корей күшінен өткізіп алыңыздар. Ал сарымсақтарымызды тура видеодағыдай қатты майдаламай немесе қатты ұсақ қылмай қолымызбен осы пышақтың көмегімен турап шығамыз. Ал көкшөптерді әдеттегідей майдалап турап шығатын боламыз. Укропты жақсы көрсеңіз, 2 пучогын қоссаңыздар да болады. Алдын ала жуылып, тазартылған осындай қызанақтарымыздың осындай керек емес бөлігін пышақпен алып тастайтын боламыз. Сонан кейін үлкен бөліктерге бөліп, массировкаңыз болса массировкадан, болмаса осындай ручной блендерден өткізіп алсаңыз болды. Ең бастысы ешқандай комок қалмай, барлығын жақсылап әдемілеп езіп алуымыз қажет. Мінекей, мен барлығын езіп алдым. Жаңағы айтқанымдай, қызанақ алған кезде қып-қызылынан алыңыздар. Сол кезде осылай әдемі қызарып тұрады. Мінекей, барлығын турап, бөлек-бөлек ыдыстарына салып алдым. Қараңыздар, осылай жасап алсаңыз, сізге салат дайындауда бір нәрсені ұмытып кеттім деген нәрсе болмайды. Сол үшін барлығын осылай алдын ала дайындап аламыз. Ендігі кезекте салатымызды қазанға салып пісіріп бастаймыз. Қазанымызға осы жаңағы 1 кесе сұйық майымызды құямыз. Қызып бастады деген кезде ең бірінші осы пиязымызды салып, жақсылап араластырып отырып, кішкене ғана пиязымыз жұмсарғанша қуырып алатын боламыз. Қатты қызартып қуырмаймыз. Мінекей, енді екінші кезекте үстіне қырыққабатты саламыз. Барынша үлкен қазанға дайындағандарыңыз абзал, өйткені араластыруға да өте оңай, сізге де ыңғайлы болады. Менде ең үлкені осы қазан болғандықтан осыған пісіремін. Қырыққабатымызды салғаннан кейін жақсылап тұрып араластырамыз, қақпағын жауып. Қараңыздар, өзінің объемын, яғни көлемін жоғалтып, осылай басылып қалады 10 минуттың ішінде. Сонан кейін үстіне сәбізімізді салып, тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Қақпағын жауып, орташа отта 5-10 минут қана ұстаймыз. Міндетті түрде бір температурада, яғни бір отта ұстауыңыз қажет, яғни газдың астын ашып немесе баяулатуға болмайды. Үстіне осы тәтті бұрышымызды саламыз. Тәтті бұрышпен бірге сарымсақтарымызды салып, жақсылап тұрып, астын үстіне қарай толықтай араластырып алатын боламыз. 5 минуттай қақпағын жауып, тағы да газ отында ұстаймыз. Сонан кейін ең соңында осы біздің алдын ала блендерден өткізіп алған қызанағымызды осылай құйып шығамыз.
барлығын бірден құйып жібереміз және де жайлап қана астын үстіне қарай көтеріп толықтай араластырып алатын боламыз. Бетін жауып қызанақтың қайнағанын күтеміз. Мінекей осылай бұрқылдап бір шеті қайнап жатқан кезде үстіне укробымызды және лавр жапырағын және дәмдеуіштерімізді, тұзын, шекерін салатын боламыз. Осындай түйір қара бүріштен де қосатын боламыз. Барлығын қыздар төменде описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Өте оңай жасалатын және қыста рахаттанып отырып нанмен бірге жейтін сочный, сулы болып шығатын салаттардың бірі. Және ең соңында біз 70% уксусты қолданамыз. Кішкентай ғана шай қасықпен толтырмай жартысын ғана құйып, осы салаттың үстіне құямыз. Одан артық құймаймыз, өйткені 70% білесіздер, ол өте көп процент. Сондықтан кішкентай ғана құйсаңыздар жеткілікті. Жақсылап тұрып араластырып, қақпағын жауып, бір 30 минуттай, 20 минуттай кішкене бұрқылдатып қайнатамыз. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Қараңыздар, перецтер осылай бетіне пісіп шығып бастайды. Жақсылап бір араластырып жібереміз де, қазір банкілерімізге жақсылап құйып алатын боламыз. Алдын ала стерилді етіп қойған банкімізге осылай бірінші қоюынан, сонан кейін суынан құйып, бетіне крышкасын жауып, жақсылап бұрап, толық жеткізіп, көзімізді жеткіземіз. Банкінің крышкасы жабылғанына, сонан кейін жылы жерге төңкеріп 2 күнге қалдырамыз. Егер сіздің отбасыңызда адам саны көп болса, ингредиенттерді көбейтіп, көп қылып жасасаңыздар да болады. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Қыста рахаттанып жейсіз. Егер менің каналым ұнаса, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.